9-да 4 орыс алфавитінен тұратын кесте алдым. Яғни 32 әріп және жетпеген жерге 4 символ қостым. Бірінші шарт, бізге кілт құру керек, яғни белгілі сөз жазамыз. Егер кілтте әріптер қайталанса, басындағы әріпті қалдырып, қалған әріптерді жоямыз. Мысал ретінде Ильяс деген сөз кілт ретінде алатын болса, онда кесте осылай толтырылады. З және И деген әріптердің ортасында И әріп кілт ретінде қолдануымызға байланысты жазылмайды. Тағы да сол сияқты К және М ортасында Л әрпі, Р мен Т ортасында С әрпі, Ü және Э ортасындағы жіңішке дауыс Ю және нүктем ортасында Е әріпі. Сонымен кілт және кесте дайын. Бірінші шарт осылай аяқталады. Екінші шарт. Енді криптография деген сөз ашық мәтін ретінде алып, оны шифрлейміз. Ильяс кілт кестеге оралып, осы кесте көмегімен шифрлейміз. К әріптің астында Х әріп тұр. Бөлек кестемізге енгізейік. Тағы да сол сияқты орыс алфавит әріптерді іздеп, кестемізді толтырамыз. Р әріптің астына жуан дауыс әріпті енгіземіз. И әріп астында Д әріпін енгіземіз. П-ның орнына Ш. Т әріптің астындағы әріпке қарасақ Ы. О әріптің астына Ш. Г әріптің астына О. Р әріптің астына алдындағыдай жуан дауыс әріпті енгіземіз. А-ның астына К. Ф тұрған кестенің астына Ю. И әріп астына Д әріпті енгіземіз. Е әріптің астына З әріпті жазамыз. Осымен шифрленген сөз дайын. Енді құпия мәтінді жіберу үшін біз Ильяс кілтті және шифрленген мәтінді жібереміз. Д шифрлеу дәл осылай Ильяс кілтінен тұратын кесте құрып, қарама-қарсы жолымен дешифрлейміз. Бағдарламаны